Екінші сұрағым, Pfizer вакцинасы елге келгеннен кейін егер аяғы ауыр әйелдер немесе кішкентай балаларға ата-аналары рұқсат етпесе салуға, қарапайым халыққа салу жоспарда бар ма? Оны министр мырза да айтып кетті ғой, бұл брендтарға жүгіріп керек жоқ деп. Бірақ қазіргі таңда біздің мінекей мына балалар, жаңағы аяғы ауыр әйелдер, сосын балаларды емгізіп отырған ата-аналар, олар жаңағы екпе компаниясынан шығып отыр. Оларда ешқандай мүмкіндік жоқ. Соларға екпе алу жолы тек қана сол Pfizer болып отыр қазіргі таңда. Ертең әрине басқа вакцина өндірушілер жаңағы өз ережесі бойынша ондай рұқсат беріп отырса, біз оны әрине жолын кеңейтіп, жаңағы қолжетімділігін көбейтеміз. Ал енді біз қазір менің әріптесім айтып кетті, жаңағы 2 миллион қалай санадық, неге 2 миллион дегендей, ол жаңағы өзіміздің есептеріміз бойынша сол категорияларға арналған. Бірақ та ары қарай тағы келісім шарттар болса, немесе тағы мына вакцина қалдықтары болса, әрине біз бұл ережелерді өзіміздің шеңберімізде өзгертеміз деп санаймыз. Бірақ қазіргі таңда бұл тек қана осы категорияларға арналған. Рахмет.